Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге тәтті печеньелар жасайтын боламыз. Ыдысымызға 1 жұмыртқа, 100 грамм қант, 150 грамм ерітілген майымызды қосамыз. Араластырып болғаннан кейін оған 1 шымшым тұз және де шай қасықтың ұшымен кішкене ас содасын қосамыз. Біздің жағдайда қамыр 2-ге бөлінген, ал сіздер бөлмей қойсаңыздар да болады. Себебі біз оларды әртүрлі түстерге бояғымыз келді. 2-ге бөлінбеген сұйық қамырымызға 200-250 грамм ұн қосамыз. Ол сіздердің ұндарыңыздың сапасына байланысты. Қамырымыз дайын болды. Ол қолға жабыспайтын, бірақ өте жұмсақ қамыр шығуы керек. Бұл қамырды 5 минут тынықтырып, 5 минуттан кейін алып, жұмыс жасай берсек болады. Егер де сіздер қандай формада жасарларыңызды білмесеңіздер, видеодағыдай жасасаңыздар болады. Формалары дайын болғаннан кейін 180 градустағы пешімізде, яғни духовкамызда 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне, дайын болды. Осындай әсем әрі дәмді печеньеларды бар болғаны 30 минут ішінде жасай аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.